Және де туысқандар дейді, ағайындар, туысқандық ұлық нығмет. Хадистерде былай деп келтіріледі. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي الجهاد في سبيل الله متفق عليه. Абдурахман Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху риwayat етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла үшін жасалатын амалдардың ең хайырлысы қайсы деген еді? Уақытында оқылған намаз деді. Сосын я Расулалла, қайсы амал жақсы дегенде ата анаңызға және туған туысыңызға жақсылық жасағаныңыз деді. Ағайындар, намаз оқу, ата ана туған туысқа жақсылық жасау, екеуі бір-бірінің артында тұр. Сосын я Расулалла, қайсысы жақсы дегенде Алла жолында жихад ету деді. Енді қазір бір ақымақ адамдар бар да, кешегі 2009 жылы басталған, енді жақында бітті, бір 3-4 ай болды Сирияның соғысы. Алла бұдан кейін болдырмасын. Не істеді? Қасында бала-шаға бар, туған туыс бар, ата-ана бар. Соның барлығын тастатты, жихад ету керек екен деп, өзінің дінінде болған мұсылман бауырларын қырып жоюға кетті да. Бұл ақылдың жетіспегендігі бұлардікі. Сол жерден енді кешегіде елбасымыздың үндеуіменен жусан операциясымен адамдарды алып келді ғой. Сонда сұрап отыр, не болды, қалай болды десе, әйелден сұраса, әйелдер айтады, құр бекер барып, біз барып жезөкше болып кеттік деп отыр да. Неге? Барды, күйеуі өлді. Өлгеннен кейін не істейді оны? Анау бір ғалым сымақтар келеді да, болды, сен бүгіннен бастап сыйлықсың, кеттік деп әкетіп қалады дейді. Болды. Бұны білімнің жоқтығы, ақымақтық, надандық. Жігіттер жүр, қазір түрмеде отыр. Қалай болды? Барып не пайда тапты? Ешқандай пайда тапқан жоқпын жихадқа барып. Бардым, қырып атқаным тек мұсылман. Бір кәпірді көрген жоқпын деп айтады. Мұсылман да қырып атыр. Ағайындар, Аллах Тағала Алла жолында жихад ету деп қолыңа автомат алып, біреу алдыңа шықпаса атып кеткен деген сөз емес. Жихад, нәпсіңмен күресу жихад болады. Мынау заманда қыздарымыз арынан, ұлдар намысынан айырылып жатқан кезде соларды дінге шақырып, уағыздап үндегеніңіз бұл жихад болып саналынады, ағайындар. Қаншадан қанша ағайын туыстардың арасы ыдырап баратқанда солардың бірлік ынтымаққа шақырсаңыз, міне бұл жихад болады, ағайындар. Алла жолында жихад деген, Алла жолында малыңмен, жаныңмен, шын ықыласыңмен күресуді айтады. Неге? Осы дінге қарсылық күнә іс-әрекеттер көбейгенде, сол күнәні тоқтату бұл жихад болып саналынады, ағайындар. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.